Сәлеметсіздер ме? Мен дәрігер Сайпыл Серик. Бүгін қатерлі ісік аурулары қалай пайда болады, сол жайында айтып кететін боламын. Бұндай күрделі аурулар сырттан емес, адамның өзінің ағзасынан пайда болады, дамиды. Адамдардың жасушалары бірмен бірі күреседі. Сол кезде кей жасушалар жойылады, кейбір жасушалар дамиды. Сол кезде қатерлі ісік бір нәрсемен қатты қоректенеді. Ол сол адамның метаболизмімен қатты қоректенеді. Және қатерлі ісік жасушалары бір ортада қатты дамиды екен. Ол қантқа бай ортада қатерлі ісік жасушалары ерекше қатты дамиды. Және энергия алмасқан кезде олар әлсірейді және көбісі жойылады. Енді келесіде қандай метабиологиялық айла қатерлі ісік жасушаларының жойылуына итермелейді. Ал жақсы жасушаларды қалай аман алып дамытады, сол жайында айтатын боламын. Егерде менің осы кеңесім ұнаған болса, менің осы YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдын ала рахмет.